Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осы жылы тренд болып жатқан, хит болып жатқан рецептпен бөліспекшімін. Бұл десерт қуырылған бананнан жасалынады. Сіздермен де бөлісейін деп шештім. Өте әдемі болады екен. Және де бір ерекше десерттің бір түрі. Сондықтан да менімен болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Мен 3 бананмен жасап көрейін дедім, үйде адам аз болғандықтан. Осылай банандардың барлығын сыртын қабығын ашып алыңыздар. Осы кезде табада майларыңыз қызып тұрсын, бірденен қызып тұрған майға салу керек. Қуырылған бананның бетіне шоколад құюымыз керек. Сол себепті мен молочный шоколадты алып, осылай ыстық суда ертіп жатырмын. Алдын ала ыстық суға салып қойдым. Себебі банан тез қуырылып бітеді. Міне қызып тұрған табаға 3 бананды мен бірденен салып жатырмын. Жақсылап 3 минут бойы қуырылуы керек. Барынша жақсы отта. Асты жабысып қалмасын, осылай кішкене қарап тұрыңыздар. Себебі банан кішкене жабысқақ келгендіктен асты жабысып қалуы мүмкін. Бананның сырты жақсылап осылай қызарған кезінде алыңыздар. Бұдан да кішкене қызарыңқырап алсаңыздар да болады. Себебі қытырлап өте әдемі болады екен. Банан қызарып піскен сайын десертті грек жаңғағын қосып ұсынбақшымын. Жаңғақты алып, жақсылап майдалайтын боламыз. Мен пышақтың көмегімен майдалап жатырмын. Бірденен осылай кесіп. Қатты бір майда болып кетпесін. Әдемі көрінбей қалады. Мен осылай жалпақ тарелкаларға салып, балмұздақты жанына қойып, осылай ұсынып жатырмын. Өте әдемі көрінеді, эстетично. Классикалық түрде осылай салып жатырмын. Жаңғақты дәл осылай балмұздақтың бетіне сеуіп шығыңыздар. Және де ең соңында ғана бетіне еріп тұрған шоколадымызды құйып шығамыз әсемдеп. Осымен қуырылған бананнан жасалынған десертіміз дайын. Дәл осылай ұсыныңыздар, керемет болады. Сіздердің үйдегілердің ойынан шығады деген ойдамын. Және де банан суы тиіс, сонда дәмі әдемі болады. Оңай, жылдам жасалынатын ерекше десерттің мен рецептісімен сіздермен бөлістім. Үйдегілерге жасап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Дәмі басқа десерттерге ұқсамайды, өте әдемі болады екен. Қуырылған банан қалай болар екен деп мен де ойлаған едім. Көңілімнен шықты, сондықтан да сіздермен рецептісін бөлісіп жатырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналымды жоғалтып алмас үшін, және де рецепттерімді жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңыраушаны баса кетіңіз. Ас болсын, сау болыңыздар.